2017 жылы мен өзімнің алғаш MacBook Pro'мды сатып алатын кезде мен түрлі форумдарға кіріп бір шама адамдармен ақылдасып қанша жерден ақпарат жинасам да мен 100% сенімді бола алмаппын. Өйткені ол кезде Apple'дың дүниясы тек қымбат адамдарға арналған сияқты болып көрінді, ал мен енді өзімді ондай сезінген жоқпын. Оның үстіне операциондық жүйесін особо түсінбейтін едім. Бірақ тәуекел етіп, сол кезде 2015 жылғы MacBook Pro 15 сатып алып, біраз көзім ашылды. Мен көп нәрсені түсіндім. Ол қатпайды, ол қумайды, ішіне вирус кірмейді, андай бір флешка тығып қудырып жіберем деп қорықпайсың. Оның барлығы Apple'да болды. Маған ол өте қатты ұнады. Қайткенмен әрбір шаруамды, әрбір монтажымды ол керемет жасап берді. Сөйтіп мен сол MacBook Pro'мен түбінде 7 жыл жүріппін. Ол әлі күнге дейін бар. Ол әлі күнге дейін жұмыс жасайды. Әлі күнге дейін өзінің қызметін атқарып келе жатыр. Иә, аз-маз қуады, енді бір шама шаршады, бірақ монтаж жасасам, әлі күнге дейін жағдайы күш қуаты жетеді. Не деген сапа. Ғажап. Енді мінекей 2024 жыл, маған жаңа MacBook керек. Әрине қайттан MacBook Pro алатындай артық қалтамда миллион теңге жоқ, бірақ Apple өзінікін енді маған бір шама сездіріп тастады, оларға деген сенім бар. Бұл жолы мен ең арзан бағадағы, ең төмен комплектациядағы M1 чипіндегі MacBook Air сатып алдым. Сол туралы бүгін біз сөйлесеміз. Сіздермен Баяғы мырза, кеттік. Мендегі MacBook Air'де 256 ГБ жадысы мен 8 ГБ оперативка орнатылған. Яғни ең бастапқы комплектация. 430 мың теңгеге сатып алдым. Бізге ұнағаны сонша командамызда тағы 3 адам осы MacBookқа ие болды. Енді неге? Неге осы MacBook дейсіз ғой? Бірінші себеп, бұл жерде M1 чипі орнатылған. Ол қазіргі таңда Intel процессорында жұмыс жасайтын көпшілік процессорлардан мықты. Тіпті бұған дейін шыққан MacBook'тарға да шаң жұтқызып тұр. Өзі жылдам, әрі тиянақты жұмыс жасайды. 4К видеоны дым қиналмай монтаж жасауға болады. Әрине, тым ауыр жобалар үшін Pro алған дұрыс, бірақ мысалы осы видео сияқты дүниеларды емін еркін жасай алады. Оның үстіне тыныш. Бұл MacBook'та вентиляторлар жоқ. Білмеймін, енді Apple өзіне қатты сеніп алды ма білмеймін, бірақ бұл MacBook өзіне жауап бере алады. Екінші себеп ыңғайлылық. Өзі шағын, жеңіл, кез келген жерде отырып бірден жұмыс жасап кетуге әдемі кетеді. Мендегі MacBook Pro'мен салыстырсаңыз түсінікті болатын шығар. Салмағы сондағы 1 килограмм. Біреулерге тым кішкентай болып көрінуі мүмкін, алайда 1-10 минут қолданыстан кейін сіздің ойыңыз өзгереді. Корпусқа келсек, бұл жерде де бәрі керемет. Иә, мында орысша әріптер жоқ, алайда мына пернетақтада текст жазу соншалықты ыңғайлы, тіпті қарамай теруді тез меңгеріп кетесіз. Пернетақтада MacBook'ты саусақ ізімен ашу батырмасы орнатылған. Пароль жазып отырмайсыз, өте шапшаң жұмыс жасайды. Трекпад туралы айтсақ, мен былай айтайын, бұл трекпадты көрмепсің, бұл өмірді сүрмепсің. Үшінші себеп – экожүйе. Офисімізда барлығымызда MacBook болғандықтан бір-бірімізбен жұмыс жасау, құжат алмасу, ортақ қосымшалар пайдалану өте ыңғайлы. Apple қайткенмен жұмысқа арналған ең тиімді техника өндіреді. Я, бағасына келсек, көп адамды ойландырады, алайда алған адам өкінбейтініне күмәнім жоқ. Түбінде бұл MacBook өзінің өзектілігін алдағы 3-4 жылдықта жоғалтпайтындығы түсінікті. Я, M2, M3 бар ғой десеңіз, я бар. Және бұл видео жақсы қаралым жинап жатса, неге түрмеске? Ендеше осы келесі видеороликтерде көріскенше.